16 желтоқсан тек мереке ғана емес, бұл қазақтың ар-ожданын тексеретін күн. 1986 жылы қазақ жастары алаңға шыққан кезде бірде-біреуінің қолында қару болған жоқ. Олардың барлығының жүрегінде ұлттық намыс қана болды. Бірде-біреуі атақ, абырой, мансап, тіпті біреуге жағыну үшін емес, өздерінің қазақ екендерін мойындату үшін шықты. Сол күні алаңға шыққан жас қыздардың шашынан сүйреп, жігіттердің қанын қарға ағызған кезде билік момын халықты қорлауға болады деп түсінді. Бірақ қазақтың рухын сындыра алмайтынын түсінген жоқ. Біз тәуелсіз елміз деп айтамыз, бірақ сол желтоқсан жастарына лайық ел бола алдық па? Бүгінде қазақ-қазақты соттап, қазақ-қазақтың жолын бөгеп, қазақ-қазақты қорлап, тіпті ата-ана мен баланың, бала мен бауырлардың, ағайын туыстың арасынан мейірімділік кетіп, адамдықтан ажырап бара жатырмыз. Қолында билігі бар бауырлар, аманатты арқалап отырып ел басқару тарих алдындағы үлкен жауапкершілік. Бүгін өз тіліңді, өз еліңді менсінбесең, ертең сені ешкім менсінбейді. Дүние үшін арыңды, жаныңды сатсаң, елің қорғамайды. Ал өз ұлтыңды қорласаң, өз ұрпағың тамырсыз қалады. Себебі бұл қайтар дүние. 16 желтоқсан салют ататын күн емес. Ел алдында қас қайып тұрып кешегі аға әпкелерімізді еске алатын күн. Бір-бірімізге ынтымақпен қарап, бір-бірімізге мейірім беретін күн. Сол күні қазақ жастары алаңға шықпағанда, біз бүгін тәуелсіздік алмас па едік. Қазақ-қазақты қолдамасақ, біз ұлтымызды сақтап қала алмаймыз, бауырлар. Бұл ұран емес, бұл желтоқсанның аманаты. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болып, әр біріңіздің басыңызда бақыт, отбасыларыңызда шаттық болсын ағайын.